Достар, сәлем. Сіздермен бүгін трайфл жасайтын боламыз. Бізге қажет ұн, какао, одан күнбағыс майы керек, қант, 3 жұмыртқа және қамыр қопсытқыш, разрыхлитель, тесто, потом шым-шым ғана тұз керек болады. Осыны қазір бастайтын боламыз. Ең бірінші біз ұнымызға какаоны қосып, араластырып дайындап қоямыз. Шай қасықпен қамыр қопсытқышты шай қасық. Менде үлкен, қазір осының жартысын ғана қолданамын. Міне. Осы. Және кішкене шым-шым тұз қатты дәмі тәтті болып кетпес үшін осыны араластырып, шетіне қойып қоямыз. Қазір біз жұмыртқамызбен қантымызды көпіргенше, әппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Миксермен араластырамыз. Міне бұл бізде дайын. Енді 3 жұмыртқаны қантпен жақсылап араластырамыз. Бізге қазір қайнап тұрған су керек болады. Ол менде газда қазір қайнап тұр. Соны қазір қосатын боламыз. Енді қазір миксерлейміз. Достар, қатты қайнап тұрған суды құйып алдым. Қазір жұмыртқаны қантпен әппақ көбікке дейін араластырамыз. Міне жерге 3 жұмыртқамызды жарып алдық. Осыған қантымызды салып, миксермен миксерлейміз. Осындай әппақ көбік болғанға дейін, осылай араластырғаннан кейін біз күнбағыс майына осы ыстық суымызды құямыз қазір. Қазір ыңғайластырып алайын. Көрініп тұр. Күнбағысқа ыстық суымызды құйдық. Қайнап тұрған су болу керек. Осыны қазір ақырын құйып отырып араластырамыз. Енді осыларға қазір құрғақ ингредиенттерді салып, миксерлеп пісіреміз. Оға дейін қазір пешіңізді қосып, ысыта берсеңіздер болады. Қазір осыны шетінен салып отырып, миксерлейміз. Осындай қоймалжың болады табаңызға. Любой форма бола береді. Менде осындай табақ болғаннан кейін, табам осындай болғаннан кейін жалпақ болып сыртына ағып кетпес үшін мен осындай бортик қолданып жатырмын. Сіздерге міндетті емес, үйлеріңізде кіші форма болса бола береді. Енді осыған формамызға құямыз.
Осы силиконовый лопатама өте ризамын негізі. Бір нәрсе қалдырмай бәрін. Иісі күшті, керемет иісі. Қазір жайып шығамыз. Осылай. Негізі әдемі қып істеген, әдемі формада болу деген ереже жоқ. Бұны қазір піскеннен кейін біз қолымызбен үгітіп тастаймыз. Сол үшін осылай бола берсе де болады, бірақ мен кішкене жайып жіберейін деп жатырмын. Ортасы қалың болып, шеттері жұқа болып қалса, шеттері күйіп кетеді, тез пісіп. Ортасы қалың жері ұзаққа тұрып қалу мүмкін. Солай, сол үшін жайып жіберу керек. Міне ана жерлері кішкене қалыңдау көріп тұрсыздар. Соны кішкене жайып жіберейік. Міне осы жерде пешіміз ысып тұр. Осыны қазір 180 градуста 15 минутқа пісіріп аламыз. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге ориентир жасайсыздар. Негізі әр адамның пеші әртүрлі. Кішкене қарап тұрасыздар, күйіңкіреп кетпесін. Енді пешке жібереміз. Достар, енді кремін дайындайтын боламыз. Бізге не жерде 33% майлылығы клейги, сливки. Осыны құйып жақсылап миксерлейміз. Одан кейін сахар, қант ұнтағын сеуіп, 2-3 есе үлкейгенше араластырамыз. Артынша осындай творожный сырымызды салып, кремді дайындап қоямыз. Бисквитіміз піскенше дайын тұрсын. Содан кейін ганаш жасайтын боламыз. Негізі қант ұнтағын өздеріңіз қатты тәтті қылсаңыздар, көбірек салыңыздар. Егер де қатты тәтті ұнатпасаңыздар, аз ғана салсаңыздар болады. Мен көп салмаймын. Себебі бисквиттің өзі де тәтті болады. Және үстіне ганаш, шоколадный ганаш құйылғандықтан қатты тәтті болып кетпес үшін аз ғана саламын. Міне осындай кішкене көтерілген кезде творожный ірімшігімізді саламыз. Міне шетінен салып отырып араластырамыз. Осы мен қолданатын кремете Хохландтікі. Сонымен дәмі керемет болады. Қазір түспей жатыр. Осыны алдымен араластырып алайық, содан кейін қоюлығына қараймыз. Егер тағы қажет болса, тағы да саламын. Ал, кеттік. Міне менде осындай стойки болды, міне әдемі болып шапочка пайда болды. Енді қалған осын бәрін сала салам деп тұрмын. Сол кезде дәмді болады. Бәрін осыған кетіреміз. Мен барлығын қанша не кеткенін осы видеоны астына бәрін дайындап жазып қоятын болам. Сонымен жасасаңыздар болады. Міне осындай болған кезде тоқтату керек, әйтпесе іріп кетуі әбден мүмкін, жарамай қалады. Обал болып қалады. Сливкилеріңізге де алған творожный сыр да өте қымбат қой. Сол үшін абайлаңыздар, осындай кремді араластырып жатқан кезде іріп кетуі әбден мүмкін. Сол үшін осындай стойки болған кезде, орысша айтқанда, уже сол кезде тоқтату керек миксерді. Міне
Дәмі енді керемет. Креміміз дайын. Енді қазір ганашқа кірісеміз. Оған дейін біздің бисквитіміз су керек. Суықтай болу керек. Қазір бисквитіміз пісіп қалды. Шығарған кезде сіздерге көрсетемін. Міне бисквитіміз пісті. Қазір көреміз. Мен негізі көрдім. Міне құрғақ болып шығу керек. Осылай істеген кезде ешқандай су жоқ. Көрдіңіздер, е? Енді осыны суытуымыз керек. Суықтай болу керек. Көрдіңіздер ғой, әдемі болып пісті. Суығаннан кейін осыны үгітеміз. Үгітіп, мынандай формаларға саламыз. Менде осындай екеу және осындай алюмин табағы. Осыларды қолданамын. Оған дейін, бисквит суығанға дейін біз екі осы кішірек бананымызды алып, тазалап, ішін турап қоямыз. Бізге қазір бисквитке сол керек болады. Дәмі сіздер өздеріңізге банан болмаса да клубника болады, өздеріңізге ұнайтын жеміс жидектерді қолдансаңыздар болады. Бірақ бізде бүгін бананды қолданамыз. Екі бананымызды аршып алдық. Осыны майдалап төрт бұрышты қылып турасаңыз да болады, бірақ мен осындай формада турап дайындап қоямын. Қазір бұны трайфлда дәмі ерекше болады бананмен. Міне осылай турап дайындап қоямыз. Бисквитіміз әлі суымады. Бисквитті суықтай қолдану керек. Міне дайын банан. Негіз, достар, бізге міне ганашқа осындай 33% клейги керек, сливки және шоколад керек болады. Шоколад осындай қазақстанский. Қыздар, міне мен сүтті жылытып алдым. Бұл қазір пропиткаға. Негіз пропитка жасамасаңыздар да болады. Қазір мен пропитканы қолданайын деп отырмын. Осындай сүтті құйып алдым, жылытып алдым. Бір осындай 2 шай қасық қантымыз салып, араластырып ерігенін күтеміз. Осымен пропитка жасайтын боламыз. Немесе қайнаған суға үлкен ас қасықты толтырып, қоюлатылған сүт сгущенка, соны қолдансаңыздар, араластырып, сонымен де пропитка жасауға болады. Міне осы пропиткаға мен қазір осыны неге құйып аламын. Міне, достар, мен осындай ыдысқа құйып аламын. Қазір көрдіңіздер. Түбінде қанты қалып тұр. Кішкене. Міне, осыны қазір маған осылай ыңғайлы. Осымен құйып пропитка жасайтын боламын қазір. Міне. Енді міне былайынан осыны үстіп үгітеміз. Осылай үгітіп ыдыстарымызға саламыз. Әдемі болып піскен, міне. Керемет болып піскен. Осының бәрін үгітіп аламыз, қазір түсірем қайттан. Міне, достар, бәрін үгітіп алдық осылай. Осыны енді мына ыдыстарға салатын боламыз. Бірінші қолмен сала берем. Қолым таза, өзіңіз жасағаннан кейін. Міне. Осылай. Керемет бисквит. Осымен жасап көріңіздер. Осы рецептпен.
Міне осылай саламыз. Қазір толтыра салайын. Маған қазір осындай ыдыс тағы керек болып тұр. Осы екі қайтара жасайтын боламын маған қазір. Міне осылай көрініп тұр, қазір көріп. Міне салынды. Енді осыны пропитка жасайтын боламыз. Қараңыздар. Қараңыздар, міне. Бағана жасап алған пропиткаға жасап алған ыдысымызбен былайынан осылай құйып пропитка жасап, міне кішкене тағы салып жіберейін. Қазір кремін салатын боламыз. Осылай. Қазір енді крем жағамыз. Көрініп тұр ма? Міне крем. Кремін жағып шығамыз. Әдемі. Кремі күшті болды, дәмі керемет. Енді осы жерде қазір жидектерін салып жіберсеңіздер болады. Менде банан. Міне. Осы кремнен кейін бананмен немесе өздеріңізде қолдарыңызда не бар, сонымен жидекті салып. Мен қазір крем жағып алайын, содан кейін қайттан түсіретін боламын видеоны. Қазір өшіре тұрайын. Міне кремін жағып дайындап қойдым. Енді банандарды салып шығамыз. Бананды салып орталарына. Міне қыздар, бәрін банан қойып шықтым. Астына бисквит кетті, пропитка кетті сүтпен, одан кейін крем жақтым, банан салдым. Енді бізде осы жерде ганашымызды дайындай беруге болады. Біз осы бисквиттерді тағы да екінші рядын салып дайындай береміз. Ал қазір кеттік осыған біз міне, осы сливкемізді құямыз. Осылай құйдық. Осыған қазір шоколадымызды салатын боламыз. Міне қазір кішкене жылысын газға қоямыз, шоколадымызды салып ертіп аламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Қазір ысытамыз, шоколад саламыз, болды. Ганашымызды газға қойып қойдық. Қазір сливкеміз, клейіміз ысығанға дейін біз екінші қатарын толтыра береміз бисквитпен. Ал кеттік. Осыны қазір. Міне қыздар еріп жатыр. Мен газдың үстінен алып келдім. Міне осылай ертеміз. Қазір бәрі толықтай еріп алсын. Содан кейін әкеп құятын боламыз үстіне. Міне қыздар екінші қатарын салып қойдым. Енді осы қалған кремнің бәрін осыларға бөліп жағатын боламын. Міне бізде еріді. Осындай болады ганаш. Енді осыны үстілеріне құйып шығамыз. Міне осылай шоколадтарды ганаштарын үстіне жағып шықтық. Енді посыпкаларын себеміз, сәндеп, әдемілеп. Ал енді осыны себейік. Жасайық. Внутри банан.